Ассалаумағалейкум, көпшілік сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерге жағымды жаңалықты жеткізетін боламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Мемлекетіміз өткен жылы, яғни 2022 жылдан бастап, жасы егде тартқан жастар, яғни пенсия жасқа 3 жыл қалған азамат пенен азаматшылардың жұмысқа орналасуына қолайлы болу үшін күміс жас дейтін жаңа саясатты жолға қойды. Яғни, сіздің жасыңыз пенсия жасқа 3 жыл қалған болса, онда сіз белгілі қоғамдық қызметке, немесе және басқа компанияларға қызметке тұрған болсаңыз, онда сіздің айлығыңыздың 50%-да 60% мөлшерін үкімет жағынан берілетін болған. Ал енді биыл, яғни 2023 жылдан бастап, жасы 50-ден асқан азаматтар менен азаматшыларды да күміс жас есебіне кіргізді. Ал енді осы күміс жас мөлшеріне осы жастағы кейбір азаматтар менен азаматшылар жұмысқа орналасқаннан кейін сіздің айлығыңыздың 50%-да 60% осы мөлшердегі айлығыңызды үкімет жағынан беріліп отырады. Сондықтан осы күміс жас мөлшеріндегі азаматтар мен азаматшылар, яғни 50 жастан асқан адамдар жұмысқа орналасқан кезде сіздер компания арқылы, яғни үкіметтің өзіңіздің тұрғылықты жердегі үкіметтің жұмыспен қамту орталығына барып, өзіңіздің осы күміс жас туралы саясаттан игіліктене алатындығыңызды айту арқылы үкіметтің осы жәрдем ақысын ала аласыздар. Бұл да болса мемлекетіміздің жасы 50-ден асқан адамдардың жұмыс табу қиыншылық мәселесін шешім етудегі жаңадан шығарылған бір саясаты болып есептеледі. Енді осы саясаттан пайдалану сіздің өз қолыңызда. Біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің және басқа қандай ой пікірлеріңіз болса, қалдырып кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.